Достар, егерде үйде нан желінбей жатырған болса, онда сливочный майды ерітіп және үстіне чеснокты теркадан өткізіп, нандарды формаға салып, үстіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста, яғни нанымыздың бетіндегі чесноктарымыз қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Өте керемет, дәмді, әсіресе тағамдармен, кешкі астармен өте жақсы үйлесімін табады. Жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын.